Қайырлы кеш, менің YouTube арнамда кезекті шұғыл шығарылым дәл қазір мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтіп жатыр. Ол жерде автомобильдерге қатысты бірнеше жаңалықтар айтылды. Біріншісі утиль алым. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов президентке есеп беруі кезінде утиль алым біраз түсетінін айтты. Өз тура сол жерінде орысша айтты. Утилизационный сборды существенно түсіреміз деді. Яғни үлкен төмендеу болады, бірақ бұл мүлдем алып тастайды деген сөз емес. Бұрын айтқанбыз 20-30% шамасында арзандауы мүмкін деген болжамдар болды ғой. Енді бұл сөзге қарап біраз үміттеніп қалдық, біраз жеңілдік жасалатын сияқты. Екінші мәселе жеңілдетілген автонесие бойынша. Жаңағы оператор РОП-тың шотында жиналған 220 миллиард теңгеден астамның ақшаның барлығы жеңілдетілген автонесиеге, яғни 4%-бен берілмейтін болды. Бұны да үкімет басшысы Әлихан Смайылов айтты. Оның айтуы бойынша 100 миллиард теңгесі осы жеңілдетілген несиеге беріледі. Қазіргі уақытта барлықтарыңызға белгілі, шамамен 82 миллиард теңге револьверлік принциппен айналымда жүр. 100 миллиард болса, тағы да біраз көліктерді алуға болады, ал қалған 120 миллиард теңгеден астамы қайда жұмсалатыны әзірге белгісіз. Ал ең негізгісі бұл жердегі 15% сақталып қалады, яғни арзан көліктерді ғана 15 миллион теңге деген порог сақталып қалады. Одан қымбат машиналарды жеңілдетілген несиемен алуға мүмкіндік емес. Және қай банк арқылы қаржыландыру жүреді? Бұрын БРК, яғни Қазақстан даму банкі арқылы қаржыландырылған болатын. БРК арқылы екінші деңгейлі банктерге қаржы беріледі, содан кейін олар несиені халыққа үлестіретін. Тура осы жолы механизмі қалай болатыны әлі нақты айтылған жоқ. Нақты жаңадан жаңалықтар шыққан кезде сіздерге айтам, бөлсем, ендеше арнаға жазылып көріңіздер.